Мен басынан бастап қақсадым ғой. Мен білетін Гоша Аламансыз жүрмейді ол. Аламанның қайда екенін білесің, білмейсің ба? Адресін біле алдым. Бірақ барып тексеріп көру керек. Айдар, молодой. Короче, екеуің осыған кірісіңдер. Бірақ не дай бог, көзсіз ерлік ондай қажет емес. Көрдіңдер, сразу подкрепление шақырыңдар. Бәрі заңның аясында. Түсінікті ғой, а? Не болып жатыр? Неге телефондарға жауап бермедің? Үйге барып айтам деген қандай әңгіме ол? Ұзақ әңгіме. Енді айтсайшы. Қолыңа не алған? Мен сен айтқаның бойынша барлығын дұрыс жасап келе жатқан едім. Диана, менің ана Жоламан деген әнімді бақылауда ұстау қиын болып тұр. Соған сенің көмегің керек. Сонда не істеуім керек? Мына жерде Жоламанның полный данные бар. Соны зерттейсің, бақылайсың, сәт түскен кезде танысып ал. Бірақ өзің кім екенін білдірме. Сосын үйіңде ешқандай бағалы зат сақтама. Ол ұрлап кетеді да, кейін саған жоламай қояды. Барынша қамқор боласың ғой. Но бірақ өзіңе қатты жақындатпа. Бұл тірліктен маған пайда бар ма? Уайымдама, керегіңді аласың ғой. Окей. Бля, сука, қашып кетіпті. Енді не істейміз? Жатағап жеріскейміз. Не істейміз? Іздейміз, табамыз. Өзің жұмысын конкретно біліп тұрған шығарсың? Иә, камераларды көтеремін ғой. Конечно. Ал сен негізі шын атың кім? Асылбек. Асылбек? Әжептәуір атың бар екен ғой. Давай, жұмыс істе. Бәрі вроде нормально болып келе жатқан еді. Бірақ Жоламан анау Қыпшақ деген кеңкелеске ұрынып қалды. Қыпшақ? Ол кім тақ? Менің қыр соңымнан қалмай жүрген жігіт, местный бандит. Жоламанды қаншаудан алыстатқым келсе де, тыңдамады. Маған Қыпшақ туралы информация керек. Ұмытсайшы болды оған. Жоғы қаяқтан ұмытқан, менің ответкісін беремін по-любому. Неге маған ескертпейсің бірден? Мен саған не деп айттым? Не жағдай болса да ескертіп отыр дедім ғой? Бұлай боларын білген жоқпын. Жай ғана жігіттер арасында қақтығыс деп ойладым. Сонымен не болды өз? Жоламан қайда қазір? Қыпшақтың үйін тонап, ертесі Қыпшақ маған келді. Сен? Шығ үйден қазір полиция шақырам. Өшіріңді. Бар ізде. Істеп жатсың, жібер. Жотам даусың біртүрлі болып тұруым. Жоқ, ештеңке емес. Кеше кездесеміз деп айтқан едің ғой. Ұйықтап қалмадың ба? Ұйықтап қаппын ғой. Давайте кездесейік та. Мен кешке бір шаруаларыммен жолға шығуым керек еді. Соған ерте жолға берейік. Бір сағаттарда ма? Жарайды, онда мен қазір саған адрес жіберем. Сол жаққа келесің ғой. Сосын амал жоқ. Жоламанды ұстап беруге тура келді. Не? Сен басың істей ма? Мен саған сеніп жүрмін ғой, сен не былықтырып жүрсің? Менде басқа вариант болмады. Ол өлтіруге дайын болды. Өлімнен қорқады екенсің, ескертпейсің ба маған? Мен білмедім. Кейін телефонымды да алып қойды. Хабарласа да алмадым. Жоламан қайда қазір өз? Больницада. Тірі, уайымдама. Не болған өзі? Дұрыстап айтшы, жұмбақтай бермей. Қыпшақ одан ақшасын алғысы келіп қинаған. Мені де сол жерге алып барды. Қолымды сол жерде жарақаттадым. Сосын полицейский қызметкерлер келіп, атыс басталып кетті. Қыпшақ қорыққаннан Жоламанды атып жіберді. Жіберіңдер! Мен барлығын білем. Сен де ол ақшаны бір жерден ұрлап алдың. Ол ақшаны қайдан алғанына сен көтің ауырмасын. Зайбал екен көп сөйлеп кеттіңдер, өлтірем қазір. Қазір жағдай қалай енді?
ес-түссіз жатыр. Есігіне полиция қарауылықта тұр. Қыпшақ та сол больницада, ал жанындағы серігі өліп кетті. Сен қалай келдің? Артыңнан біреу еріп келген жоқ па? Жоқ, ойымдама. Менің қатысым жоқ екен, жай ғана зардап шегуші екен, барлығын дәлелдеп шықтым. Сосын олар мені жіберді. Кейін тағы да шақырамыз деп айтты, бірақ қаладан кетпеуімді сұрады. Осының бәрін маған алдын ала ескерткенде бұндай жағдай болмайтын еді. Енді не істейміз? Ойлану керек. Барсақ аламан жоқ, қашып үлгерген. Қаладан қашып кеткен жоқ шығар шлей. Енді туған братишкасы больницада жатыр ғой, қашып алмайтын жүр. Бауырмалдық деген нәрсе жоқ қой оларда. Оларға бәрібір ғой. Сонда да жоламан жатқан палатаны жақсылап күзету керек. Молодой камераларды көтеріп жатыр. Не болса да содан кейін белгілі болады енді. Молодойың жақсы жұмыс істеп жүрма сенің. Өткен ана камерадан ештеңе таппай келді. Кеше ана тірлік тындырмай келді. Соны жақсылап сен контрольға аласың ғой. Болды, Мұра. Енді все таки молодой ғой. Палатаны дәулет күзетіп отыр ма? Дәулет күзетіп отыр. Алдыңда төбезет қалмаса олар енді ол. Не, постоянно дәулет ұрсасында жүресің? Енді өзі болмайтын жерін төбезетіп асесікше жібереді жүреді. Диана, короче, бізге өгізде өлмейтін, арбада сынбайтын вариант таңдап, қаладан жоқ болып кету керек. Больницадан жоламанды ала кетеміз. Оны алып кетеміз. Қазір бәрін түстіріп. Бірінші өзімізге керек адамдар мен заттар түгілдеп алайын. Таптым адресті, шықты камерадан. Қай район? Енді нақты айту қиын, но примерно Старый город жақтағы. Кеттік. Асықпайдар, подкреплениемен барамыз. Енді Мұра нақты адресті білмей тұрып қой. Біз барып бақылайық, сосын саған хабар береміз. Бұл екеуің онда сол жақта болыңдар, бірақ подкреплениясыз әрекет етпейсіңдер. Өз беттеріңізше әрекет ету жолынан. Так, номер жазыл. 776 246 0842. Уоптағы Джоннидің номер. Кеттік. Так, молодой, қай квартира болуы мүмкін? Айдеке, анау емес па? Дәл өзі, кеттік. Подкрепление шақырамыз ба? Жоқ, пока что керек емес. Өзім айтам, сол кезде шақырасың. Сонда да шақырайық, Айдеке. Молодой, қорқа бермеш, жалғыз кіріп атқан жоқсың ғой, екеуміз бірге кіріп атыр. Кеттік десеңіз айырыламыз анадан десе. Ескі жау атыспаққа жақсы деген. Жақсы жерге жасырыныпсың. Қорқыт жібердің ғой. Қалай тауып келдің мен? О да сен шаруаң болмасын. Главный таптың ба таптың? Таптым? Сен мені тапқан жоқсың, сені ертіп алып келді. Асылбек? Қайдар. Алло? Мәке, мен сізге қазір местоположение жіберіп қойдым. Сол жерге подкреплениемен келе беріңіз. Айдекен ба? Айдекен қазір бақылап отыр. Аха, жақсы. Ал, братан, подкрепление кетті дей бер. Все хорошо, бұл дұрыс болды. Айттым ғой мен саған. Подкрепление шақырайық дедім. Сука. Сен екенсің ғой мыналардың барлығын көтін жойып жүрген. Алло, братан, алар Канадан күдіктеніп отыр. Қазір сол іздеуге кірісті Кананы. Алло, братан, Гоша больницада ұсталды. Амал жоқ, өзім ұрқылаттым. Вариант болмады просто. Қазір тергеуде. Енді сені іздейді. Ана тұрып атқан квартираңды ауыстыр. Все жақсы, братан. Иә, мен осы уақытқа дейін барлығын артын жауып жүрген мен. Өзіңді деп ойлап қалдым ба?
Маған сенің ана тапсырмаң ұнайды ғой. Камераларды көтер дейтін. Сол күні демалам ғой кешке дейін. И кешке келем де, дым жоқ деймін, болды. Молодой, мен саған бірақ нәрсе айтамын. Сен тварсың. Еще хотя бы үстіңдегі формаң сыйламайсың ба? Түкіргенім бар сенің о формаңа. Рахмет, жоқ жұмыс ол. Братан, мынау сен как будто өзі іздеп тауып келген адам ұқсап кірді ғой жаңа. Пиз*** вообще. Братан, идеяң четкий кетті негіз. Асыл, жоспар өзгерді. Айдарды мен жаққа ертіп ақ кел. Ол аяққа оратылмау үшін осы жақта ұстауымыз керек. Сосын больницадан Жоламанды алып кетеміз. Солай, Айдар. Ашуланып отырсың ба не? Ашуланба? Осы жерде терең демалып отыра тұр. 2-3 күннен кейін сені тездеп кеп тауып алады. Уайымдама оны. Так, Асыл, сендер Диана екеуің больницаға барып, жаңа Жоламанның тірлігін тындыра беріңдер. Мен жан жақта ақшаларды жинап, сосын бірге шығамыз. Все хорошо. Ал саған жақсы. Ендігі жолықпаймыз деп үміттенем. Сау бол. Күнің жақсы өтсін. Бол, Асыл, тез. Кеттік, Диана. Не абышсың? Аламан адресі табылды ғой. Қойш, қайда екен? Әлі ұсталған жоқ, бірақ подкрепление сол жаққа қарай кетті. Мен сіздің орныңызға жіберді ғой. Айдар қайда? Айдар өзі сол жаққа қарай кетті ғой. Түсінікті, так, кім шақырып жатыр мен? Мәкең өзі шақырып жатыр. Дәулеттің өзі келсін деді ғой. Конечно, мен операция істей алмайды ғой олар. Так, адрес қай жерде? Адрес қазір сізге жіберіп қоямын. Сіз жүре берсеңізші. Мәкеңдер уже барып қойған шығар сол жаққа. Все, молодой, жақсылап тапсырдым. Қарап отыр, хорошо? Болды. Уайымдамаңыз. Жоламан, тұр. Диана? Кеттік. Қайда? Уақыт жоқ тез болыңдар. Әйтпесе қазір түрмеде әңгімелесіп қаласыңдар. Сен кімсің? Жоламан, уайымдама. Мына жерден тез кетейік. Қалғанын кейінірек түсіндіріп берем. Есмұхан, сенен басқа сенің адам болмай тұр. Больницадан қашып келдік. Ана Жоламан жарал. Соның бір нәрсесін қылсай өзің. Болды. Амалдаймыз ғой. Аптекадан бір заттар керек болуы мүмкін. Кішкене ақша кетеді. О ақша жағын уайымдамашы. Главное, аяққа тұрғыз жіберсең болды. Болды. Сендер ішке кіріп отыра берсіңдерші. Кашай ұйымдастырып жүрмін. Енді не істейміз? Жоламан есін жинап жолға жарғанша күтеміз осы жерде. Сосын шекарадан Өзбекстанға өту керек. Ол жақта күтіп алатын таныс жігіттер бар. Ары қарай билет алып шетелге қарай шығып кетеміз. Шетелге? Иә, шетелге. Бұл жақта жүрсек, бір аптаның ішінде тінтіп жүріп тауып алатын сияқты ғой. Бірақ мен... Кім ұстап отыр сен бұл жақта? Айтшы. Не бір тұрақты жұмысың жоқ. Не бір туысқандарың жоқ. Мен берген ақшамен күн көріп жүрсің. Бірақ сұрақты ғой, бізбен бірге жүресің. Олар уже сені іздеуді бастап кеткен шығар. Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Қалай ештеңе істеген жоқсың? Больницадан Жоламанды алып шығуға көмектестің ба? Көмектестің. Айдар ұстап отырған кезде қасымызда болдың. Ертең мына біздің деланың бәрін сенің мойныңа ілет. Сосын түрмеде өмір бойы отырасың. Есмұхан, жағдай қалай? Болады бұлай. Көп қан жоғалтқан. Әлсіреген. Жаран бет ашылып кетті. Қайттан тігіп дәрі жағып қойдым. Кешке дейін есін жинап қалу керек. Есмұхан, рахмет саған. Біз бүгін осы жерде түнеп, ертең кешке жолға шығып кетейік. Жоламанға керек заттарды дайындап бересің ғой, Ертең кешке дейін оның жағдайы қалай болады екен? Басқа амал жоқ бізде. Тезірек шекарадан өтуіміз керек.
Болды, амалдаймыз. Жүріңдер шеге. Жоламан. Жоламан. Иә. Маған не үшін ренжисің, түсінбеймін сен. Сен мен ұстап бердің ба? Сен өзіңді ақылды санайсың, иә? Мен ақыл айтсам саған жақсы болсын деп айтам. Мені тыңдамайсың, постоянно осындай бір нәрселерге ұшырап жүресің. Саған бәрібір емес па? Маған бәрібір емес. Мен де уайымдаймын, менде де жүрек бар. Маған сенің амандығың керек. Өйткені менде сенен басқа ет жақын ешкім жоқ. Ал сен болсаң мені жау көресің. Олай емес. Просто менің өміріме араласқан қаламаймын. Мен істеп жатқан нәрселер сенің өміріңе араласу емес, соны дұрыстап түсініп алшы. Ағалық қамқорлық ол. Жарайды. Ертең аман-есен шекарадан өтіп, шетелге жетіп алайық. Сосын бәрін қоямыз. Ұрлау, тонау, біреуден кек алу, екеуміздің де түбімізге жетеді. Тем более сен бір өлімнен қалдың. Тағы басаным бар ғой. Нені? Ақыл айтуды мен өзім білем не істейтінімді. Жарайды, ертең сөйлесеміз. Так, молодой, подкрепление шақыр дедің, подкреплениемен келдім. Сука, сен сияқтыларға бұл өмірде орын жоқ. Саған көрсетемін ба сен? Сен қоясың ба жоқ па? Ба, мынаусы несі? Алло, кім бұл? Мен Айдар, Дәулет жақсылап мені тыңдап ал. Молодой крыса болып шықты. Ол аламаның адамы. Қазір сен қайдасың? Ба. Ол мен орныма охрана заменге қалды ғой. Сендерді аламан ұстауға кетті деді ғой. Бәрі өтірік. Олар өздерімен Жоламанды алып кетпекші. Сен былай қыл. Артық еш нәрсе жасама. Тек арттарына түс. Қайда кеткенін анықта. Сосын бізге хабар бер. Біз Мурай екеуміз саған барып қосылатын боламыз. Все, Айдеке. Брат, тағы бір адамға хабарласып жүрейін. Аламан, осымен бәрі бітті. Сен қайта қуан. Осы дүниеде жазаңдап атқаныңа. Жатқыз. В общем, Тимурға хабарластым. Барлығы нормально. Дело сотқа өтті. Дұрыс болыпты ғой. В общем, Айдеке дос деген шайхана осы жер. Өзім жолдас балдарым ашқан. Как раз жұмыстың қасында күнде осы жерден тамақтанып, скейткісі бар, тамақтар дәмді дегендей ғой. Болды, бұйырса уақыт болса кеп тұрамыз ғой. Сосын ақша болса. Ақша болғанда енді деланы нормально жаптық қой. Мәкең жауатын жана шөтті. Жабу керек қой деңіз, қаяқта ол кісі? Жаңа басқармаға кеткен, жиналысқа. Кеп қалатын уақытысы болды. Что-то Мура настроение жоқ қой. Деланы жапқаныңа сөгіс бер жүрмеген жер. Сөгіс берген жоқ, бірақ. Не бірақ? Үшін басқармаға барып, операцияның қалай болғанын ауыз-ауыз айтып бердім, полын басынан аяқ. Сөйтті да, сен басы қалайық әрекет етпедің, мінезі танытпадың деді, орнынан атыпсы. Жайша? Сөйтті да, орнынан міндетін атқарушы дәуішті қойды. Ма, серьезно ма? Құтты болсын да ке? Құтты болсын дәуішті. Бірден ба не? Не болды? Настроен жоқ, сәл көңілдірек құттықтасың, Мура? Құтты болсын Дәулет аға. Рахмет. Дәкейін жуатын жарсың, төлейтін жарсың. Смело ғой. Стейк, қымбат тамақтардан ала берсеңдерші, мен қазір үйге звондап, сүйінші сұрап алайын. Мынау зор болды. Мура дейді, Мура.
анаған алдап отқанымызды айта салмаймыз ба? Серьезно қабылдап үйіне звондап отыр ғой. Сүйіншін ерте сұрап отқан жоқ па? Құрсын әйелін шөтін жатқызып алайық. Жұмысқа дейін бастық болып отырсын. Жұмысқа орғаннан кейін жаңағы мура деген үшін көтін айырамын ғой. Нарядқа түсіріп қойса. Қыздар. Кім бар? Кім бар? Неге осы квартираның ақшасын төлемейсіңдер, а? Кім бар? Кім бар? Біз таңдаған жолдың бәрі бір тәуекел, бір қауіп. Біз неге жолымызды, қолымызды былғадық? Біреудің уақытында, бақытында ұрладық. Ай, өмірде бақыттың бар екен, қайда екен, бір көрем бе? Ең жақын баласына анашыма гүл берем бе? Мен сені тағы сүйіп, тағы сүріп үлгерем бе? Үлгерем бе? Анашымның айтқан әңгімесін, әкешімнің